Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін мен сіздермен макарон дайындайтын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз миндаль ұнын және қант ұнтағын бірге осылай електен өткіземіз. Араластырып өткізіңіздер. Сол кезде араластырған кезде ұзақ уақыт өтпейді. 2 рет електен өткізсеңіздер тіптен жақсы. Әдемілеп, ең бастысы електен өткізілуі тиіс. Осылай әдемілеп өткізіп алғаннан кейін оны араластырамыз бірге. 2 қоспа араласу үшін. Одан соң үстіне ақуызын жұмыртқаның берілген рецептінің жартысын саламыз. Рецепттегі ақуызын осылай араластырамыз. Қасықпен араластырсаңыздар да болады, лопаткамен араластырсаңыздар болады, кімге қалай ыңғайлы, солай араластырыңыздар. Осылай әдемілеп араластырып аламыз. Барлық қоспа бір-бірімен араласып, қамыр болғанға дейін, осындай міне қамыр болып шығады. Осындай состояниеге дейін араластырасыздар. Одан соң бөлек ыдысқа, құрғақ ыдысқа қантымызды және суымызды құйып, плитаға қоямыз. Плитаның күші қызғанға дейін қаттыға қойыңыздар, одан кейін кішкене төмендетесіздер. Осылай сиропымыз қайнап жатқан кезде ақуызымыздың жартысын миксерлейміз әдемілеп. Белокты миксерлеп тұрып, сиропты араластырып тұрамыз. Және белок осындай жағдайға жеткенге дейін миксерлейміз. Сиропты 119-120 градусқа дейін қайнатамыз. Осылай одан соң ақуыздың үстіне дайын болған сиропымызды 120 градусқа дейін болу керек. Сироп 115-120 градустың арасында құйып тұрып, жаймендеп құйып тұрып, тез-тез миксерлейміз. Себебі ақуызымыз пісіп кетпеу керек ыстық сиропқа. Осылай құйып тұрып, миксерлеп аламыз. Ақуызымыздың жағдайы міне осындай құстың тұмсығы сияқты болып тұру керек. Осы жағдайға дейін миксерлейміз. Содан соң осы этапта макаронстың түсі қандай болған қалайсыздар, сол түсті енгізесіздер. Гелевый краситель қолдансаңыздар болады. Мен құрғақ краситель қолдандым. Ешқандай айырмашылық жоқ мен үшін. Міне осындай құстың тұмсығы сияқты болғанға дейін миксерлеп аламыз. Одан соң дайын болған меренгамызды қамырымыздың үстіне саламыз. Жартысын салсаңыздар да болады дайын болған меренгінің. Қазір көрсетемін қандай состояниеге дейін болу керек екенін. Қалғанын ортасына салма үшін алып қаласыздар. Осылай астынан үстіне міндетті түрде араластырыңыз, себебі сіздің жаңа көтерген ақуызыңыз басылып қалуы мүмкін. Осылайынан әдемілеп салып, керек консистенцияға жеткенге дейін меренгіні салып араластырып тұрамыз. Қатты араластырып жібермеуге тырысыңыздар. Себебі айттым, жаңа басылып қалады меренгамыз. Дайын болған қамыр макаронаж деп аталынады. Міне қараңыз, осындай созылып тұрған лента болғанға дейін араластырасыздар қамырды. Одан соң макаронажды осындай кондитерлік мешокқа салып, формаға құятын боламыз. Осылай үстінен басып тұрып құйып, и завиток жасайсыздар да, міне басып формаға дейін. Осылайынан соңында петля былай қалып қоймау керек, ұшы шығып. Қалып қойса да табаны ұрып жүрген кезде түсіп кету керек. Осылайынан барлығына жасап шығасыздар. Мұндай коврик болмаса, егер сізде, өзіңіз жобамен сызып алыңыз керек диаметріңізді. Қалыңдығы 3-4 мм болғанға дейін саласыздар. Міне осындай болып тұрады. Одан соң бұны кептіріп қоямыз жарты 1 сағатқа. Міне осылай қолды тигізген кезде жабыспау қажет. Одан соң 150 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Юбочкалары шыққан кезде макаронстардың пісті деген сөз, ала бересіздер. Осылай суытасыз, міндетті түрде суу керек коврикта тұрып. Полный суғаннан кейін барып ковриктан аласыздар. Сол кезде тез алынады. Енді начинкасын дайындайтын болсақ, начинкасына бізде мұнда шоколадымызбен
кілегейімізді сулы баняда осылай ертіп аламыз. Әдеміреп ертіп алғаннан кейін мына осындай сұйық жағдайға жеткенге дейін, өзі қайнап кетпеу керек, сұйық однородный консистенция болғанға дейін тұрады. Одан соң кондитерлік мешокқа бір бөлігін салып, бір бөлігін алып қаламыз. Оның бір бөлігіне жидекті пюре салсаңыздар болады. Сол кезде түсі басқа болып шығады. Міне осындай екінші бөлігін алып қалдым. Оған мен малина пюресін қостым. Араластырамыз. Бізде уже басқа начинка шығады, малиновый начинка шығады. Осылай қазір 3 начинкамен біз макаронстарымызды әсемдейтін боламыз. Арасын салмасын салатын боламыз. Міндетті түрде макаронсты пешке жібермес бұрын жарты 1 сағат кептіріп алуды кеңес беремін. Егер кептіріп алуға уақыт жоқ десеңіздер, қызбай тұрған пешке салып, сосын барып жаңағы градусын қойсаңыздар болады. Міне осындай әдемі болып макаронстар шығады. Ортасын қараңызшы, қандай әдемі, ауа жоқ. Міне бірінші начинкамызды саламыз. Менде бұл жерде бір қателік кетті. Кішкене көп салып қойдым начинканы. Сіздер аз ғана саласыздар, сонда сыртына ағып кетпейді. Осылайынан әр жарты макаронстың арасына салып, бетін келесі жарты макаронспен жабасыздар. Астына қазір 3 начинканың да құрамын жазып кететін боламын. Өте дәмді болып шығады. Мен мұндай десертті жек көрмеппін вообще. Жасап көріңіздер үйде. Мына осындай әдемі болып шығады. Бұл макаронстардың жартысын начинкасын салмай тұрып, холодильникте герметикалық контейнерде 3-4 күн сақтасаңыздар болады. Начинкасын бөлек сақтасаңыздар болады 3-4 күнге дейін холодильникте. Макаронстарды міндетті түрде герметикалық контейнерде сақтайсыздар. Начинкасын жаққаннан кейін келесі күні жесеңіздер, начинкасы сіңіп, вообще басқа дәм болады. Істеп көріңіздер үйде. Комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Басқа да видеоларымды көріңіздер менің. Мына осылайынан мұнда жалынып атқаным менің малиновый пюремен жасалынған начинка. Әр қайсының дәмі әр түрлі болып шығады прям. Енді мұнда келесі бағана айттым, меренгамыздың жартысын алып қаламыз деп, сол меренгамызды салып шығамыз. Маған осы начинкамен өте қатты ұнады макаронс. Өз басыма. Міне осындай әдемі болып шығады. Бұл қатып, ортасындағы салмасы келесі күні мүлдем әдемі болады, басқаша болады түрі. Айтпақшы, бағанағы шоколадты ганашымызды, салмамызды холодильникте минимум 8-9 сағат ұстаңыздар. Аз болсын, жасап көріңіздер үйде.